Жақсы қайырлы достар, алтыншы сұраққа келдік. Алтыншы сұрақты талдайтын боламыз. Қазақстанда құрылыс индустриясының жедел қарқынмен дамыған уақыты. Енді бұл жерде акцент беретін сөздеріміз қандай? Құрылыс индустриясы және де Қазақстанда дамыған уақыты. Енді уақыттарды қарап шығайық. Ұлы Отан соғысынан кейінгі 10 жылдық, 45-55 жылдар, қайта құру кезеңі, тоқырау жылдары, бірінші 5 жылдық, жаңа экономикалық саясат жылдарында. Енді құрылыс индустриясы не екенін тоқталайық. Құрылыс индустриясы дегеніміз құрылыс нысандарын жаңадан салу, ұлғайту, жаңғырту, күрделі жөндеуден өткізу, құрал жабдықтар орнату, құрастыру жұмыстарын индустриялық әдіспен жүзеге асырылатын құрылыс құрастыру ұйымдарының жиынтығы дейді. Енді жалпы айтқан кезде мемлекетте бір ауқымды іс-шара болса, немесе яғни жаңадан бір құрылыс жүргізу, немесе керісінше күрделі, яғни бұрынғы құрылысты одан әрі дамыту деген түсінік береді. Яғни бір айтқан кезде осы дүние Қазақстан жерінде қай уақытта қатты дамыды. Енді жауаптардың ішіне мен сызып тастай беремін жаңа экономикалық саясат жылдарында. Яғни ол қазіргі 21 ғасырға тақаған уақыт қой, 2000 жылдарда. Яғни капиталистік жүйені қолға алынуы, яғни Қазақстанда оған дейін де ірі көп қабатты үйлердің болуы, яғни ол жақында келген дүние емес те. Демек, жауаптан сызып тастаймыз. Енді қайта құру жылдары, тоқырау жылдары және де бірінші 5 жылдық. 5 жылдыққа тоқталайық. Мен бірден жауабын айта салайын. Жауабы ол түсінікті, яғни мен айттым, ірі күрделі жөндеу жұмыстары немесе одан кейінгі ірі көп қабатты үйлердің салынуы болсын, ол бізде Ұлы Отан соғысынан кейінгі 10 жылдықта жүзеге асқан болатын. Себебі Қазақстан жерінде соғыстан кейін бірнеше зәулім сарайлардың көтерілуі, драма театрлардың салынуы, музейлердің салынуы осы соғыстан кейін болған болатын. Кеттік. Тоқырау жылдары туралы түсінік мынандай. Шартты түрде тоқырау жылдары 1960 жылдың ортасынан бастап 1980 жылдардың ортасына дейін болған. Яғни бұл кезде социалистік бағдарда мемлекеттер арасында жетекші рөл атқарып, КСРО-ның ықпалы бұрынғыдан қарағанда әлсіреп қалғандығы туралы айтады. Яғни бір сөз айтқанда, және де осы уақыт арасында көптеген революциялар болды. Қазан төңкерісі, Ақпан төңкерісі, яғни бұл бізде бір құрылыстың өте қатты дамыған кезең деп ести алмаймыз, көрсете алмаймыз. Одан кейін 5 жылдық дейтін жауап бар, Енді 5 жылдық жоспар КСРО берген жоспарлар ғой. Міне 1929 жылдан басталған, яғни бірнеше 6 бізде 5 жылдық жоспарлар болды. Міне уақыттарын қарап шықсаңыздар болады. Бірінші 5 жылдық жоспары, екінші 5 жылдық жоспары. 5 жылдық жоспарлардың көптеген 3-4-те болсын, 4-5 жылдың болсын, тың және тыңайған жерлерді игеру негізгі идеологиясы осы, яғни агроға негізделген және де металлургия негізделген. Демек, жауаптан естейміз, тоже сызып тастаймыз. Ол қайта құру кезеңі тіпті жауаптыға келмейтіндігінде, Демек, Қазақстан жерінде жаңадан ірі ғимараттардың бой көтерілуі соғыстан кейін болған болады,